Сәлем достар, қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай? Бүгін мен сіздерді жаңа сабақта көргеніме шын жүректен қуаныштымын. Бүгін бізде бірінші апта, бірінші модуль, 4-ші сабақ, және де бүгін біз сіздермен SMM мамандығы, және де нақты SMM мамандары қандай міндет атқарады, осы жайлы білетін боламыз. Бүгінгі сабақтың нәтижесінде сіз SMM маманы болып қалай табыс табасыз, SMM маманының нақты міндеттері қалай, осыны нақты тағы да білетін боласыз. Қараңыздар, бізде қазіргі кезде бизнеске клиент әкелудің ең танымал әрі эффективті түрі ол Instagram парақша арқылы сондағы адамдардың назарын өз бизнесіне аудару. Яғни қазіргі кезде әртүрлі парақшалар креативті жүргізеді. Мысалға, донер хаустар болсын, бургерлер болсын, әртүрлі тиктокерлерді шақырады, қызықты контент жасайды. Не үшін оның барлығы жасалып жатыр? Олар шығындалып жатыр ғой. Тиктокерлерге мүмкін рекламаға ақша төлейді. Неге ол оның барлығын жасап жатыр деп ойлайсыз? Неге олар жай ғана бір бізге кеңдер, бізде барлығы тәтті, күшті деп отыра бермейді? Себебі қазіргі кезде Инстаграмдағы басты нәрсе ол қызықты етіп жүргізу. Инстаграмдағы басты нәрсе, басты құндылық ол адамдардың назарын өзіне аудару. Себебі назары ауып есінде сақтаған адам сіздің бір рет емес, бірнеше рет клиентіңіз болады. Мысалға, сіздер жаңағы нелерді, бургерлер болсын, донер хаустар болсын, сол жердегі тиктокерлерді көресіздер, қалай олар күшті ASMR мен бургер жеп жатыр, әртүрлі нәрселер жеп жатыр. И сіздер де сол жерге барып, ертең солай жегілеріңіз келеді, тәбеттеріңіз ашылады. Сіздер бір емес, бірнеше рет сол ресторандарға, сол әртүрлі жерлерге барғаннан кейін, сіз оларға 2 есе қылып клиент ретінде рахмет деп ақша тастап кетесіз. Сізді олардың бірнеше рет потребителі боласыз. Осының арқасында міне, олар сізді бір емес, бірнеше рет өзінің клиенті ретінде жауып отыр. Міне, соның әсерінен Инстаграмды дамыту қазіргі кезде керек. Клиенттер сіздікі болу үшін конкуренттерден сіздің контентіңіз қызығырақ болуы керек. Қазіргі кезде Инстаграм парақшалары жақсы дамыған бизнестерді көрсетем, бірнеше нишалармен таныстырып өтем. Яғни қандай нишаларға қазіргі кезде SMM мамандары қажет, қандай нишалар бар, ол нишаларда Инстаграм парақшалары қалай жүргізіліп жатыр. Мұқият қарап шығыңыздар. Ең бірінші ниша ол киім. Яғни киім, ерлер киім болуы мүмкін, әйелдер киім болуы мүмкін, балалар киім болуы мүмкін. Міне сіздерге бірнеше мысал. Екінші ниша ол аксессуарлар. Бұл жерде сумка, украшение, тағы да басқа қыздар қауымы өте жақсы көретін дүниелер. Келесі косметика. Бұл тоже қыздардың үлкен бір потребностьтарының біріне жатады. Әртүрлі өзінің брендін мықты дамытқан компаниялардың өзі Инстаграмдарын өте жақсы жүргізеді, Инстаграмда өте активный, Инстаграмда әртүрлі конкурстар жасайды. Себебі қазіргі кезде күш Инстаграмда. Сол секілді балалар товарларына дейін бізде Инстаграмда отырып сатады. Міне, қараңыздар, қалай әдемі қылып өздерінің страницаларын упаковать еткен, қалай сауда жасап отыр. Үй товарлары. Ыдыс-аяқ, постельное белье, қазір уже бұрынғыдай базарға барып, сатып алатын сол кездегі адамдар болмаса, қазір Инстаграмда дамыған, Инстаграм жақсы, Инстаграмды қолданатын адамдардың барлығының потребности Инстаграмда болғаннан кейін, ыдыс-аяқты да, постельное бельені да біз Инстаграм арқылы заказать етеміз. Үйімізге алып келіп, дәдівери жеткізіп тастайды. Сол жерден каталогты көріп, сол жерден бірден тапсырыс береміз. Міне осындай жағдайға қазір жеттік. Сыйлықтар, гүлдер. Әртүрлі гүлдер, әртүрлі сыйлықтар, біреудің ертең туған күні болады деп, мен сыртқа шығып, қазір сыйлық іздейтін адамдарды онша көп кездестірмеймін. Себебі Инстаграм болған кезде, Инстаграмнан көресің, барлығын көресің, қалай упаковать етеді, қалай упаковать ету керек, өзіңнің қалауыңды айтасың, сен қалағандай жасап береді, саған үйіңе алып кеп береді, ақшасын төлейсің. Это же круто. Дәл сол секілді гүлдерді де заказать етіп, туған күніңмен де біреуге жібере саламыз, үйімізге алып алдыра саламыз. Керемет мүмкіндіктер. Сұлулық салоны, маникюр, педикюр, шугаринг, қас жасау, кірпік жасау. Барлық салондар қазір өзінің клиенттерін, қыздарды Инстаграм арқылы алады. Стоматология, клиника, тіпті денсаулық сферасы да бізде Инстаграмда. Қараңыздар, қандай стоматологический клиникалар өздерінің Инстаграмдарын қалай жүргізіп жатыр. Ресторан, суши, бұлардың ішінде вообще айталмаймын енді, өте конкуренция өте көп. Сен всегда олардан өзіңнің конкуренттеріңнен
отличие болу керек, сенде мықтырақ, контенттің қызығырақ болу керек, адамдарды тарту керек. Себебі бұл тамақ бизнесі да ешқашан өлмейтін бизнес. Адам всегда тамақ жегісі келеді. Адам ол потребность да уже. Көрдіңіз ба? Ол, например, біз бизнестер екіге бөлінеді ғой. Бір бизнестегі, мысалға, біз көп жүріп шешім қабылдаймыз. Мысалға, ойланып жүреміз біраз, алайын ба, алмайын ба, маған керек па, керек емес па деген секілді киімдерді, мына жерді салыстырып, ананы көріп, мүмкін бір айдан кейін сатып аламыз. Ал тамақта ондай емес. Тамақта сенің қарның ашып тұрады, и сен ең дұрыс, ең әдемі страницасы упакованный болып тұрған, саған ішкі локациясы ұнап тұрған жерге аласың да бара саласың. Себебі сенің қарның ашып тұр, сен дәл қазір осы потребностьті жабу керексің. Сен бір айдан кейін тамақ ішемін деп ойланып жүре алмайсың. Сол секілді бұл кісілер бірден жабады. Сондықтан да бұл жақта аппетитный болу керек стористеріңіз, сіздердің салып атқан посттарыңыз сочный болу керек деген секілді. Ертең біз әрбір нишаға жеке-жеке тоқталып айтатын боламыз. И плюс осы сабақтан кейін мен сіздерге осындай нишаға байланысты, мынау қазір жай ғана беті, өте аз бөлігі, мен толық список сіздерге жіберетін боламын. Сохранить етіп аласыздар өздеріңізге, и өздеріңізге ұнайтын нишаны таңдайсыздар. И сол нишада ертең біз Инстаграмын дамытуды үйренеміз. Сол ниша сізге қызық бағытта жұмыс жасап үйренетін боламыз. Білімнің бәрі тоже қазір Инстаграмда. Ағылшын тілі курсы болсын, би мектебі болсын, ұбт-ға дайындық курстары болсын, барлығы өздерінің қазір Инстаграмдарын дамыту арқылы, өздерінің оқушыларын нәтижелерін көрсету арқылы өздеріне жаңа адамдарды тартуда. Көрдіңіз ба? Келесі. Дәл осы әдемі парақшалардың артында SMM маманы отыр. Және дәл сіздің міндетіңіз осы парақшаларды дамытып, Инстаграм арқылы клиент алып келу. Көрдіңіз ғой, мына жерде жаңағы көрсеткен барлық Инстаграм парақшалардың артында SMM мамандары жұмыс жасап, парақшаны осылай жақсы деңгейге жеткізіп отыр. Сіз SMM маман ретінде табысты нақты мына 3 жолмен таба аласыз. 3 жолмен таба аласыз. Ең бірінші, өзіңіз жеке SMM маманы болып. Яғни өзіңіз жеке SMM маманы болып, бір проект алуыңызға болады, 2 проект алуыңызға болады, или 3 проект алып жұмыс жасауыңызға болады. Қызметтерді өзіңіз атқарасыз. Ал енді екінші жол, сіз команда кіріп, немесе өзіңіз команда құрауыңызға болады. Біреуіңіздің мықты тұсыңыз именно визуал жасаудан, біреуіңіздің мықты тұсыңыз пост жазудан, копирайтингтен, біреуіңіздің мықты тұсыңыз таргет жіберуден. И осы 3 адам бірігіп, бір проектті алып, осы жұмыстарды бөліп алып жасауына болады. Көрдіңіздер ме, сіздер целый бір команда жұмыс жасағаннан кейін бір-бірлеріңізбен ақылдасып, бір-бірлеріңіз жоқ кезде бір-бірлеріңіздің орныңызға жұмыс жасап, міне осылай жұмыс жасауға болады. Кім командамен жасағысы келеді. И келесі, сіз өзіңіздің бизнесіңізді дамытып табыс таба аласыз. Яғни сіздің уже өзіңіздің бутигіңіз болуы мүмкін, өзіңіздің салон красотаңыз болуы мүмкін, өзіңіздің мысалға сіз эксперт болуыңыз мүмкін, нейл мастер болуыңыз мүмкін, или лэшмейкер болуыңыз мүмкін, или өзіңіздің курсыңыз бар, ағылшын тіліне байланысты, қытай тіліне байланысты, сіз осы өзіңіздің Инстаграм парақшаңызды дамыту арқылы табыс таба аласыз. Ал енді сіздер, дәл сіздер, қандай проекттермен жұмыс жасамайсыздар? Мен сіздерге айтам, жасамаңыздар деп, ол азарттық ойындарды, лотереяны, ставканы дамытып Инстаграмда қажеті жоқ. Сапасы төмен дүниелермен тоже жұмыс жасаудың қажеті жоқ. Себебі сіздер мүмкін, ол сапасы төмен нәрселерді Инстаграмда күшті етіп, көрсетіп сатасыздар. Но түбінде ол адам оны алғаннан кейін, ол адам оған ұнамаса, аназат, оның сапасы шынымен төмен болса, адамның денсаулығына мүмкін зиян келтірсе, сіз жай ғана жақсы нәрсенің адамдарға таралуын емес, жаман нәрсенің адамдарға таралуына септігіңізді тигіздіңіз. Сетевой маркетингпен айналысудың қажеті жоқ. Дәрілер, салмақ тастау, салмақ қосу деген нәрселерді дамытып қажеті жоқ. Өзіңізге и өзгеге зияны келетін дүниелерді дамытудың қажеті жоқ. Мен сетевой маркетингті мына жерде жаман деп айтқым келмейді, себебі онымен де табыс тауып жатқан адамдар бар, но бірақ мен айтатын едім, Инстаграмды дамытпау керек, потому что таргетке жібергенде тоже сен мысалы сетевой маркетингті уже более подозрительный қылып көреді. Сіздерге ертең қиындау болады оның продвижениесімен айналысу.
тем более бізде сетевикқа деген андай теріс пікірлер көп қалыптасып қалған ғой. Вот сонымен сізге жұмыс жасау мүмкін қиынырақ болады. Келесі, қандай проекттермен жұмыс жасаймыз, қандай нишалармен жұмыс жасаймыз? Мен алдында айтып өткен нишалармен жасауға болады, одан кейін мен сіздерге чек-листта беретін нишалармен жасауға болады. И жалпы вот балалар киімі, ойыншықтар, машина құралдары, косметика, бижутерия, спорттық киім, отель, үй құралдары, мебель, сезонный товарлар. Короче, қысқаша айтқанда, ешкімге зияны тимейтін, тек пайда алып келетін, біз әлемге көрсетуіміз керек, әлем мұқтаж, адамдарға керек дүниелерді дамытуды қолымызға аламыз, сондай нишалармен айналысамыз. Сіз қазір ойлауыңыз мүмкін. Бизнес парақшада әдемі фотолармен посттар салынып отырса, био жақсы жазылып қойылса, реклама жіберілсе, күнделікті стористер салынып отырса, болды ма? SMM маманының қызметі осымен біте ма? Менің жауабым жоқ. Жоқ, бітпейді. Неге? Себебі SMM маманның міндеттері бұнымен шектелмейді. SMM маманның міндеттерін 6 түрлі қазір топқа бөліп мен сіздерге қарастырамын. И сіз ертең клиентпен жұмыс жасарда осы дүниелерді бірме-бір қабылдап, бірме-бір осы қазір пунктімен айтқан дүниелерді есіңізде сақтап жұмыс жасағаныңыз жөн. SMM маманның міндеттерін 6 топқа қарастырудағы ең бірінші бөлімі SMM маманның қызметі ол жоспар құру. Яғни сіз стратегия бойынша жұмыс жасайсыз. Біз бұл жайлы барлығын үйренеміз. Ешнеден қорықпаңыз. Мен тек сізге қазір міндеттеріңізді айтып жатырмын. Стратегия құрып жұмыс жасайсыз. Целевая аудиторияны зерттейсіз. Конкуренттерге анализ жасайсыз. Клиенттерге анализ жасайсыз. Контент план құрастырасыз. Екінші, целевая аудиторияны анықтап алғаннан кейін, сол целевая аудиторияға бағытталған контент құрастырамыз. Бұл контенттің ішіне әртүрлі форматта сауатты түрде пост жазу, сатылым әкелетін ақпараттық, көңіл күй, информационный пост жазу, нишаға сай визуал құрастырасыз, сапалы сурет, видео жасайсыз, видеоны түсіресіз, видеоны монтаждайсыз, видеоны саласыз, күнделікті әртүрлі форматта сторис салу. Бұның барлығы контентке. Келесі, үшінші, бизнес парақшаның подписчиктерін көбейтіп, оларды тұрақты клиенттерге айналдыру да сіздің қызметіңізге жатады. Яғни сіз таргет жарнамасын целевая аудиторияға бағыттап, дұрыс жібересіз. Бизнес парақшаның целевая аудиториясы отырған аккаунттарды, пабликтер болсын, группалар болсын, іздейсіз, олармен реклама жасауға келсесіз. Целевая аудиториялар ұқсайтын блогерлермен жарнама жасайсыз, жарнама аласыз олардан. Бизнес парақшаның конкуренттерімен келісіп, мүмкін взаимный пиар жасап қаласыздар. Хэштегтерді дұрыс пайдалана білуіңіз қажет. Оқырмандармен өзара бөлісіп, таныстарына жіберетін, стористеріне салатын, таныстарын белгілеп кететін контент жасайсыз. Конкурс ұйымдастырасыз, акция ұйымдастырасыз. Осы бір дүниелердің барлығын ұйымдастыру сіздің міндетіңізге жатады. Түсіндіңіз ғой? Төртінші, сіз бизнес парақшаның подписчиктермен үнемі кері байланыста боласыз. Сіз олардың звондаған кезде қабылдап өтпайсыз звоноктарды, қай жердеген айтып түсіндірмейсіз, себепсіз колл-центр емессіз, себепсіз отдел продажа емессіз сөйлесетін. Сіз бірақ осы парақшаның ішінде болып жатқан дайректте, комментарийде оқырмандармен кері байланыс албасып отыратын, ол сіздің міндетіңіз. Парақшаның подписчиктерімен сөйлесесіз, комментарийде, дайректте олардың сұрақтарына жауап беру, консультация жасау, ниша бойынша оларды қызықтырған ақпараттың барлығын толық жеткізе алуыңыз керек. Контентте де жеткізе алуыңыз керек, жеке дайректте де жеткізе алуыңыз керек. Парақшаны тазалау. Бұл парақшадағы артық подписчиктерді, комментарийге жазылған спамдарды, жарнамаларды, агрессивті комментарийлерді, жаман сөздерді, барлығын сіз өзіңізге керек емес, біздің бизнесіміздің, біздің парақшамыздың дамуына кері әсер етеді деген нәрселерден тазартып отырасыз. Негативпен жұмыс жасайсыз. Например, парақшаға сізде мысалға бір нені алғаннан кейін, қызметіңізді алғаннан кейін, немесе сізден бір товарды сатып алғаннан кейін бір негативті пікірлер қалыптасуы мүмкін. Сіздерге айту, кері байланыс беру мүмкін. Что-то качество сонша емес, анау емес, мынау емес деп. Сол кезде сіз оны жай ғана деп окей деп игнор етіп қоймайсыз, клиентіңізге жеткізесіз, қай жерін жақсарту керек, қай жерін дұрыстау керек. Себебі сіздің инстаграмдағы керемет образыңыз сәйкес келу керек товардың шынында түрімен.
товарды шынымен жақсарту керек, услуганы жақсарту керек, проблеманы шешуге тырысуыңыз қажет. Бұл сіздің тікелей міндетіңізге жатады. Сіз тек қана товарға мен жауап бермеймін, мен только Инстаграм жүргізіп жатырмын емес, шынында адами товардың сапасын жақсартуға өзіңіздің үлесуіңізді қосуыңыз қажет. Бесінші, сіз бизнестің иесімен, яғни өз клиентіңізбен тығыз жұмыс жасайсыз. Бұл сіздің міндетіңіз. Жұмыс бастамас бұрын келісім шартқа отырасыз, клиенттің міндеттері мен SMM маманның міндеттерін анықтап аласыз. Міне қазір сіз біліп атсыз сіздің міндеттеріңізге нақты не жататынын, и клиент жақтан ол не істеу керек екенін тоже нақты басынан шешіп анықтап аласыз. Клиентке өзінің атқарып жатқан жұмыстары туралы үнемі айтып отыру, клиенттің бизнесін дамыту мақсатында туындаған идеяларды бірге талқылау, бірге сол идеяларды реальностьқа воплотить ету. Алтыншы, SMM маманының нақты қызметі ол аналитика жасау. Сіз тек қана дамытып қана қоймай, түбінде шығып жатқан нәрсені статистикамен жұмыс жасай алуыңыз қажет, аналитика жасай алуыңыз қажет. Жасалып жатқан контентке анализ жасайсыз. Егер өзгертулер қажет болған жағдайда контент планға өзгеріс енгізесіз. Яғни бизнес парақшаға салынған посттарға, стористерге анализ жасайсыз, статистикасын зерттейсіз, подписчиктердің белсенділігін анықтап, белсенділігін көтеруде белгілі бір іс-шараларды қолданасыз. Бизнес парақшадан жіберілетін таргет жарнамасына анализ жасайсыз, қанша кетіп жатыр, клик қанша тұрып жатыр, мына жіберген таргеттен қанша клиент келді. SMM маманы өз клиентіне әр апта сайын немесе ай сайын отчет жіберіп отырасыз. Яғни жарнамаларға кеткен ақша туралы, клиентіңіздің саны бойынша қанша адамға қанша нәрсе саттыңыздар, Instagram арқылы қаншама сатылым болды, парақша статистикасын жіберіп отырасыз. Көрдіңіз ба? Дәл қазір мен сіздерді өзіңіздің жұмысыңызбен, міндеттеріңізді білуіңізбен құттықтаймын. Енді сіз нақты өзіңіздің міндеттеріңізді білесіз, осы міндеттердің айналасында жұмыс жасайсыз, және де керемет качественно жұмыс жасайтын маман боласыз. Енді жұмысқа кірісеміз. Келесі сабақтан бастап біз мен өзім жаңа сіздерге целевая аудитория, стратегия деген дүниелерді айтып жатырмын. Әлі сіздер ол нәрсені білмеулеріңіз мүмкін. Келесі сабақтардан бастап біз нақты осы әрбір жолмен, менің нақты құрып қойған планыммен жүреміз. Пошагово. Түсінікті ғой. Енді мен сіздерге бүгінгі сабаққа беретін үй жұмысым, сіз SMM маманы болып жұмыс жасағыңыз келетін нишаны таңдаңыз. Сіз нақты таңдауыңыз керек. Бізде осының алдыңғы сабақта мен сізден сұраған болатынмын. Мықты тұстарыңыз қайда? Қандай сіздің мықты қасиеттеріңіз бар деп. Енді осы мықты қасиеттеріңізді айналасында жинайтын SMM маманы болып қай салада жұмыс жасағыңыз келеді. Егер сіз өзіңіз мысалға сәнге қызығатын болсаңыз, егер сіз өзіңіз боянуға қызығатын болсаңыз, онда соответственно сіз ниша салонға барасыз. Любой салонға. Либо там лэшмейкердің SMM маманы боласыз, либо нейл мастердікіне болуға болады, либо бүкіл салонныкін алуға болады. Сол секілді өзіңізге ұнайтын, сізге айтуға қызық тақырыптары бар саланың SMM маманы болып жұмыс жасауға барамыз. Түсінікті ғой? Ең бірінші біз өзіміз таңдаймыз, біз қай саланы дамытқымыз келетінін. И сосын барып біз не істейміз? Сол саланың қандай қазір кезде клиенттер бар, ол клиенттерге қалай ұсыныс тастаймыз, соны анықтаймыз. И қазір сіздерге нақты берілетін тапсырма, сіз SMM маманы болып қай салада жұмыс жасағыңыз келеді. Осыны нақты үй жұмысына жазып жібереміз. Барлықтарыңызға сәттілік, көп рахмет. Бүгінгі сабағымыз аяқталды.